басымызға мынау әдемі тұрған жанымызды тапсыратын күн болады. Сол күні мені кешір. Сол кезде балаларым мені ұмытып қалады. Көп болса жылынан кейін бәріміз ұмытып қалдық қой, кешемізде қайтыс болған. Сол сияқты сол кезде мені ұмыттырмайтын мен ұрпақ бер. Құдайым, мен мына өзім киген киімімді біреу шешетін күн болады. Өзің шеше алмайсың. Сол кезде біреу шешкен кезде мені кешір. Менің денемді күнде бүйтіп, өзі қолымен өзім сылап жүргенде біреу менің киімді жыртып кешіп алады. Сол кезде мені кешірді. Біреу түрткен кезде бүйтіп тұрып бас салған кезде күшім болғанда, сол күшімді Құдай алып қойғанда, тыпыр етпей жатқан кезінде мені кешірді. Молда менсінбей жүрген, анау алып келіп жүрген, біз молда әкеп қойсам, сол менсінбей жүрген табыты бар мешіттен келетін. Сол табытты біздері келген андай табыттар. Сол табытқа үстіне жатып қалған кезіңде қозғалмай қаласың. Сол табыттың үстінде қозғалмай жатқанымда, ел келіп мені бүйтіп бетіме қарағанда, әй, мынау екен ғой бәленбай болған, осы кетіпті ғой дегенде, сол кезде мені кешір деп айт. Я Алла, мені кешір деп айт. Сенің алдыңа бармай тұрып, сенің алдыңа тұрмай тұрып, мені кешір деп айт. Сонда Алланың кешірімі сұрасаң, кешірімді кім сұрайды? Бала үйдегі қымбат нәрсені сындырған кезде ата-анасының алдына келіп мені кешір дей ма? Сол кезде кешірімге жетесіз. Ағайын, туған туыстан кешірім сұрап қойыңыз. Мен сені ренжіткен шығармын. Сен туралы жаман сөз айтқаным бар еді. Кешір деңіз. Иманды салиқалы азаматтар Рамазан айында бір-бірінен кешірім сұрап қойыңыздар. Ағайын бар, туыс бар. Кеше бір азамат келіп маған айтады да, Нұреке дейді, аузым қолыңыз алайын. Соны не келе балам, не болды? Осылай сізді өсектеп едім, бір жаман сөздер айтып едім. Алладан қорқып жүредім, бір кездессем сұрайым деп. Кездеспей өліп кетпейінші дедім, сұрадым дейді да, жасы келген азамат екен, қолымды бүйтіп ұстап, кешірші деп айттым дейді. Кешір деп айттым. Қандай жақсы. Мұсылманның шынайы келбеті осы болады. Кешірімді болу. Бір-біріне рахымды болу. Алладан кешірім қалайсыз ба? Тура сол сияқты біреуді де кешіре біліңіз. Бір күн келеді бәріміз. Ораза кезінде ауыз шаятын кол деген нәрселермен ауыз шаюға бола ма? Тіс пастасымен жууға бола ма? Енді тіс пастасымен жууды оразаны тікелей бұзбайды, егер жұтып қоймасаңыз. Пастаның қалдығын, онымен араласқан суды жұтып қоймасаңыз, ораза бұзбайды. Бірақ енді күнде тісі жуып жүрген адам сәресінен алдын тісін жуып алғаны жақсы, кейінірек тісін шаяды. Ал енді қажеттік болып тісін шаятын болса болады. Умраға барғанда 14 күнге қажы деп айтылмайды ғой дейді. Енді мәселе біздің айтуымызда емес қой, мәселе Құдай айтуында, жаратқанның айтуында, Құдайдың алдында сол жасаған умраңыздың қабыл болуында. Ал айтты сізге, орден тақты, медал тақты, одан қайыр болмаса не пайда? Сондықтан біз реклама жасай беріп, мен қажымын дегеннің ешқандай қадірі жоқ. Мына өзі адам ата бар ғой, ең бірінші адам ата. Соның жәннеттен шығуына осы реклама себеп болған, жарнама себеп болған. Мынаны жесең осындай боласың деп әбден шайтан аздырып, жәннеттен шығып кеткен сол үшін. Сол үшін айтпақ болғаным, ешқашан ораза ұстаған адам, ораза ұстамаған адамды төмен көрмеңіздер. Жаңа сіз жақсы айттыңыз, мысал ретінде деп, яғни үлгі ретінде болу керек. Бірақ ораза ұстау деген сөз тек қана бір момент, сол сәтте ғана ораза ұстаудың үлгісі емес. Бізге үлгі болатын ғалымдар, ғұламалар, елімізге қызмет етіп жатқан асылдар, ардақтылар бар. Ұлтына қызмет қылып жатқан шекарашылар, тіпті қара жұмыс істеп жүрген адамда кез келген жастарға үлгі болу керек. Үлгі болу деген сөз тек қана ораза ұстады, мешітке барған адамдар ғана үлгі болады деген сөз емес. Тек қана бірақ нәрсе, бізге кез келген адал еңбек, маңдайын терін төккен адамдар кейінгі біздің ұрпаққа үлгі болу керек. Біздің әлемдікті мойындатып жүрген ғалымдарымыз, ғұламаларымыз, өнердегі азаматтарымыздың барлығы кез келген жастарға үлгі бола білу керек. Спортшыларымыз, бір осы түсініктен түсінейік. Ал енді тікелей ауызашардың өзіне келетұғын болсақ, ауызашар кезінде үйдің иесі өзі шешеді. Кімді шақырады, кімді қояды, өзі шешеді. Тағы қоңырау бар. Ассаламу алейкум.